YouTube арнадан келіп жатқан сұрақтардың біріне жауап бере кетейін. Маған көптеген сұрақтар келіп жатыр екен. Freedom Bank'ке так мән бермейсіз, мына жақта жұмыс болып жатыр. Freedom Bank'ке тіркелген кезде телефон номер жаздым, жаздым, карточка аштым дейді. Одан кейін қандай әрекеттер жасаймын деген болса, бізде негізі Freedom Bank ашқаннан кейін 3 әрекет жасау керек болады. Біріншісі карточка ашасыз, екіншісі сол Freedom Bank арқылы 100 теңге единица саласыз. Бұл бір транзакция аяқталды деген сөз болу керек. Бірінші карточка ашу, екінші единица салу, үшінші Freedom валютаны ашу керек болады. Осы үшеу орындалғаннан кейін сізге кемінде 4 күн күту керек болады. Кейбіреулерге ерте түседі, кейбіреулерге кеш түседі. Енді қазір Freedom приложениесі қазіргі таңда жақсы дамып жатыр. Бір ай бұрын, 2 ай бұрын негізі приложение ішінде үлкен көптеген загрузкалар болатын. Ақшаңыздың кешігіп түсуіне де сол загрузкалардың себебі. Қазір кемінде 2 күн күтесіз ғой. Егер сіз осы 3 жолды орындаған болсаңыз, түсіп қояды. Және де сіздің достарыңыз, сіздің ссылкаңыз арқылы тіркелген достарыңыз болса, олар да сол 3 әрекет жасау керек. Түсіндіре алдым ғой. Бірінші әрекет карточка ашу, екінші әрекет бір транзакция аяқтау, ішіне 100 единица салсаңыз болды, 101 единица саласыз ба. Сосын үшінші Freedom валютаны активировать ету. Сіздің досыңыз осы үшеуін жасаса, досыңызға да сізге де 1000 теңгеден түсетін болады.